Армысыздар қымбатты достар, сіздермен бірге Мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер достар. Бүгін 22 қыркүйек 2021 жыл. Біз Базиса компаниясының тұрғын үй кешендерін, яғни соғылу барысындағы тұрғын үй кешендерін бейнеге түсіру барысындамыз. Бүгін түсіретін нысан Холланд деп аталады. Жалпы городской романс атты ауданда орналасқан. Неге десеңіздер, себебі мінеки Холланд, ар жағында Барселона, английский квартал, Лондон, Ингланд, итальянский квартал, Монако деген соғылуда, австрийский квартал, Австрияда соғылуда. Жалпы жан жақтың бәрі осындай премиалды, керемет әдемі үйлермен толықтай толған. Енді рұқсат етсеңіздер, Холландтың ішін сіздерге толықтай түсіріп, балалар ойын алаңы мен жалпы пәтерлердің орналасуымен таныстыра кетейік. Өздеріңіз байқап тұрғандай, мінеки Холланд тұрғын үй кешені тұр. Дәл жанында ары кетсе 10-15 метрдей номер 91 мектеп гимназиясы тұр. Ескере кететін жайт, дәл бұл номер 91 мектеп гимназиясын менің естуім бойынша жалпы Бахрейн мемлекеті соғып берген дейді. Қараңыздар, мұнда мектептің өзі тұр. Енді достар, барып нысанды толықтай тамашалайық. Каналдан алыстамаңыздар, үлкен өтініш подписаться басып қойсаңыздар, лайкты аямаңыздар достар. Мына мектепті біздің осы Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындарына осы маңда тұратын Бахрейн мемлекеті соғып берген деген өте керемет соққан. Міне 1, 2, 3, 4 теннис столы. Одан кейін жерінде мынандай резинке төселген, талдардың бәрін еккен. Футбол алаңы үлкендігін қараңыздаршы достар. Футбол алаңы жан жағында жүгіретін алаң, мұнда беседкалар. Жалпы бүкіл әдемілік сіздерге көрініп тұр ма достар? Егер көрініп тұрса, астыға керемет екен деп жаза кетіңіздерші. Мінеки урналар, орындықтар қойылған. Жалпы мектептің сыртқы келбетінде қарап өтіңіздерші. Әдемі соғылған да. Жерінде келесідей брусчатка, тіп-тіке, қандай да бір көтерілусіз. Мына алаңдар искусственный газон екен достар. Мұнда асфальт, қандай мақсатта екен білмеймін. Енді менің ойымша дене шынықтыру сабағы болатын кезде балалар осында жиналады. Әрмен қарай бағана бөлінеді. Футбол ойнайтындар футболға, теннис ойнайды дегенде. Міне Бахрейн корольдігінің мектебі. Арғы жақта жоғары жерінде жазылып тұр, Бахрейн корольдігінің мектебі деп тұр. Есігін алды, жалпы өте керемет сапада соққан болып тұр нысанды. Арғы жақында гүлдер егіліп тұр. Городской романс ауданында тұратын тұрғындарға мына мектеп өте керемет шешім. Гимназия, алысқа да барудың қажеті жоқ. Міне бағана айта кеткенде ЖК Барселона, Холланд, английский квартал, Лондон, Ингланд барлығы мектептің дәл жанында. Енді рұқсат етсеңіздер барып Холландтың өзін тамашалайық, достар. Біз қазір жүріп келе жатқан көше Анатолий Храпатый көшесі. Әрмен қарай Тәуелсіздік көшесі. Негізі Холландтың өзінің мекен жайы Әбубәкір Тыныбаев көшесі деп аталады. Яғни 2 кеспен іздейтін болсаңыздар. Мынау Холландқа Тәуелсіздік көшесінен көрінісі. Мінеки мынау Тәуелсіздік көшесі, достар. Ар жақта өздеріңіз байқап тұрғандай Әзірет Сұлтан мешіті тұр. Міне жолдың бойында. Достар, қазір Холландтың алдын соғылып қойған бір-екі нысаны бар. Соның үйінің алдын балалар ойын алаңын тамашалайтын боламыз. Қосымша соғылу барысындағы нысандарды да бір қарап өтеміз. Жүріңіздер. Мінеки кіреберісте келесідей есіктер тұрады. Бұл есіктер жабыла ма екен, домофон бар ма екен? Дәл қазір домофон, қосымша қандай да бір құрылғыны көріп тұрған жоқпын. Мүмкін болашақта орната жатар да. Так, мына есіктер көрініп тұр. Енді арнайы автоматты құрылғымен ашылып жабылатыны, бірақ құлып салып қойған екен. Мынау Холланд тұрғын үй кешені. Мынау алдын беріліп қойған нысандар, соғылу барысындағы нысандар, өздеріңіз көріп тұрсыздар да. Арнайы темірмен, қаңылтырмен қоршалып қойған, қауіпсіздік шараларында. Мінеки есіктің алды келесіде брусчатка төселген. Бірінші қабат травертин, екінші қабаттан бастап фиброцементный панели дейді. Қазіргі таңда бұл фиброцементный панели Нұр-Сұлтан қаласында былайша айтқан кезде өте танымал. Көптеген құрылыс компаниялары дәл осылай фиброцемент панельдердің әр түрлерін қолданады. Яғни бұның да сапалылары бар, сапасыздары бар, бірақ мен көріп тұрған дәл осы Холландтағы фиброцемент панельдер жоғарғы сапада. Себебі тағы да айта кетемін, алдыңғы бейнероликтерде де айтқан болатынмын. Мен Нұр-Сұлтан қаласы бойынша көптеген нысандарды бейнеролик түсіріп жүрмін. Сондықтан бір көріп, бір байқап тани беремін. Әрмен қарай, міне газон егілген. Мынандай кешке таман жанып тұратын арнайы светтер бар. Талдардың әр түрлі сорттары егілген. Келесіде орындықтар орнатылып тұр. Орналарын өздерің қараңыздар, қандай әдемі да достар.
бір кіреберіс, яғни бір подъезде бірден 32-ге дейін, яғни 32 пәтер бар екен. Міне әртүрлі сортта талдар егілген. Есіктің алды, яғни бір стильді, бірдей орындықтар, бірдей урналар, бірдей келесідей әдемі жарық қондырғылары. Мынау шие екен, мынау шие тал өсіп тұр. Мынаяқта міне бір елка өсіп тұр екен, достар. Қазір балалар ойналарын тамашалайық. КСК-ның жақсы жұмыс жасайтыны көрініп тұр. Жап-жасыл жан жақтың бәрі. Міне мұнда да әртүрлі сорттағы талдар егіліп тұр. Балалар ойын алаңы кішігірім, әдемі шегерген. Келесідей отырып демалатын орын. Кешке таман шығып әңгімелесіп отырғанға жақсыздар ма? Ал балалар ойын алаңын тамашалап өтейік, достар. Жалпы балаларға қажетті ойнайтын құрылғылардың, аттракциондардың бәрі орнатылып тұр. Мінекей біріншісі, екіншісі жерінде келесідей резеңке төселген. Балалар құлаған жағдайда аяқтарын, қолдарын сырып алмас үшін үйдің алдында әдеміше орнатылған екен. Жалпы бір байқағаным, Холландта көбінесе серуендеуге көп мән берілген секілді. Міне серуендеуге шамал көбірек орын қалдырылған. Ар жақта да балалар ойын алаңы бар екен. Орындықтар, жан жақтың бәрі орындықтар. Жалпы тұрғындар кешке таман үйге келгеннен кейін өздерінің балалар ойын алаңында шығып жүруге мүмкіншіліктері жоғары. Міне бағана айтып кеткендей, жалпы Холланд тұрғын үй кешенінің алдында серуендеуге көптеген мүмкіншіліктер қарастырылған екен. Жан жақты орындық. Мұнда да балалар ойын алаңына шығу тағы да бір жол қарастырылған. Ар жақта орналасқан әткеншектер, қандай да бір құрылғылар мына бергі жақта орналасқандарға қарағанда шамал өзгешелік. Яғни жан жақты әртүрлі ойындарды ойнауға болады. Жалпы КСК-ның жұмысы көрініп тұр. Үйдің алдында қандай да бір артық заттар шашылып жатқан көргенім жоқ. Достар, қазір біз сіздермен бірге Холландтың құрылыс аяқталған нысандарын көрдік. Қазір құрылыс барысындағы нысандарын тамашалайтын боламыз. Мінекей достар, мына соғылу барысындағы нысан бұйыртса осы жылдың соңына дейін беріледі. Бұл жақта 50 шақты пәтер сатылымда әлде бар. Астрат міндетті түрде сату бөлімінен ұялы телефонның қосымша қалалық нөмірлерін жаза кетем. Сол кісілерге хабарласып бағасын білсеңіздер болады. Қазір достар, соғылу барысындағы, яғни әлі сатылмаған пәтердің планировкасын көретін боламыз. Мынау 2 бөлмелі студия деп аталады. Міне достар, көрдіңіздер ме? Кресло сол жақта, бізде санузел. Кресло сол жақта, бізде санузел. Автоматтардың бәрі орнатылып тұр, домофон орнатылып тұр. Міне достар, мынау бөлме студия. Балкон қарастырылған. Балкон бағана мен сіздерге айта кеткен мектепке қарама қарсы Бахрейн корольдігінің мектебі. Жалпы бұл жерде мен келесі шешімді көріп тұрмын, достар. Қараңыздар, егер сіздерге 2 бөлмелі студия қажет болмаса, мінекей үйге кірдіңіздер. Сол жақта сіздерде санузел тұр. Міне бір бөлме түрі. Сіздер мына бөлменің стенкасын мына жерде былайынан жауып тастасаңыздар болады гипсокартонмен. Гипсокартонмен жаптыңыздар. Сонда сіздерге үйге кірген кезде мынау бірінші бөлмелеріңіз болады, яғни ас бөлмесі. Міне себебі толықтай барлық құрылғылар жүргізіп, электр бәрі жүргізіліп дайын тұр сіздер үшін. Мынау үлкен бөлме. Үйге кірді, қонақтарды күтіп алатын үлкен бөлме. Әрмен қарай, мынақты екінші санузел. Міне көріп алыңыздар. Екінші санузел. Мынау жатын бөлмесі, спальня. Қазір үлкендігін сіздерге көрсетейін. Мынау бізде спальня. 1 точка, 2 точка, 3, 4 точка қойылып тұр. Қосымша келесіндей құрылғылар қазір қойылады. Яғни үйге сырттан таза ауа кіріп тұру үшін пластик терезелер орнатылған. Трехкамерный пластиковый окна дейді ғой. Сондықтан жалпы осындай шешім сіздер өздеріңізге жасап алсаңыздар болады. Егер қаласаңыздар, әрине мынау кухня студия болып тұра береді, бір үлкен бөлме. Қосымша бір спальня болады. Егер маған нақты 2 бөлмелі пәтер қажет десеңіздер, онда бір бөлмені былайынан гипсокартонмен жауып тастайсыздар да, бір бөлме ас бөлмесі болады, бір бөлме үлкен бөлме болады, келесі жатын бөлмесі болады. Достар, мына жаңа соғылып отқан кезектерде футбол алаңы қарастырылған екен. Міне тамашалаңыздар. Футбол алаңы. Бұйыртса мына соғылу барысындағы нысандар толыққанды аяқталғаннан кейін мына 2 орта ашылады. Мына 2 орта ашылады. Келесі үйдің тұрғындарына да футбол алаңы қолжетімді болады. Дәл келесіде шешімді көптеген нысандардан байқай бермеймін, бірақ бұл өте керемет, достар. Базиса жарайсыздар. Мінекей. Мынау ливневая канализация деп аталады. Жаңбыр жауған жағдайда есіктің алдында мынан бәрі су болып жатпайды.
толықтай осымен жайлап келіп су төменге қарай астыға түсіп кететін болады. Қазір Холландтың қолдануға берілген нысаны кіреберіс бірінші қабатын байқайтын боламыз. Жүріңіздер. Мына кіреберісте келесі есіктер тұрады. 1-ден 32-ші пәтерге дейін жазылған. Бірінші подъезд. Мінекей. Оң жақта почта жәшіктері тұр. Екі тарапты пластик есіктері. Мен әрқашанда айта кетемін, екі тарапта пластик терезелерін қойған ол өте керемет шешім. Себебі Нұр-Сұлтан қаласының климатын ескеретін болсақ, бұл жерде желтоқсан айынан бастап өте қатты суық болады, яғни қыс қатты болады. Бұл өте керемет шешім, яғни бірінші қабаттан бастап үй жылы болады деген сөз. Жоғары жақтар бәрін тамашалап тұрсаңыздар, Холланд өзі ағаш түстес көмкерілген. Барша жерлерінде бір дизайн сондай бар. Пластик терезелерінде сапалар жоғары деңгейде екені көрініп тұр. Енді бәріміз бірге барып, бірінші қабаттарын байқайық. Кіреміз. Жерінде келесідей кафель төселген. Оң жақта терезе тұр. Оң жағында терезе тұр. Мінекей мына жерде голландиялық стильдағы голландиялық үйлер тұр. Әдеміленіп бір сурет қойылған. Холланд консьерж қызметі бар бұл нысанда. Мына жерде негізі консьерж кісі отырады. Ол кісі қазір сыртта. Біз өтініш жасадық видео түсіріп отқаннан кейін. Жоғары жақта келесідей люстралар қойылған. Үйдің ішінде жалпы өздеріңіз байқап тұрғандай барлық жағынан ағашпен әдеміленген үй. Мынау үйдің кіреберісінің сол жағы. Бұл жақта келесідей перделер төселген. Суреттер тұр. Голландиялық стильдегі суреттер. Мына портал бізде граниттан жасалған. Лифт алаңы деп аталады. Бағана басында сіздерге айта кеткендей, жан-жақтың бәрі ағашпен әдеміленіп, көмкерленіп, дизайнерленген. Мынау лифт. Қазір лифтін шақырып көреміз. Қандай лифттер тұр екен? Мынау баспалдақтар. Келесідей баспалдақтар бар. Лифтқа көтерілетін алаңда қосымша ақпарат тақтайшасы бар. Мынау лифттің іші, тікелей лифт. Silver деген кореялық лифт тұр екен. Мынау өте керемет шешім, себебі қазір көптеген үйлер бұл жерде құрылыс жұмыстарын жүргізуде. Сондықтан үйге заттар кіргізеді, холодильник кіргізеді, көшіп келген жағдайда мебельдерін кіргізеді. Мынау қосымша лифтті қорғап тұрады. Екінші қабатқа көтерілдік. Қабаттардың өзіндік бір стильдері бар. Бір қабатта бізде бір пәтер, екі пәтер, үш пәтер, төрт пәтер бір қабатта. Мынау менің ойымша керемет. Яғни барша труба шлангтардың бәрін осылай дизайнерлеп артқа тығып қойған. Пожарный сигнализация тұр. Бірінші қабатта келесідей бөлме бар, достар. Міне, колясканы сурет тұр. Енді қазақша жеңіл арба деп атамыз. Консьержда отыратын әпкеге айтасыздар, әпке өтініш, мына бөлменің есігін ашып беріңізші деп. Бұл кісі дәл осы жерде отырып сіздерге қызмет көрсететін болады. Ол кісіде кілттер тұрады, сол кісі ашып береді. Ішіне кірсек, бұл жерде самокат, бағанағы жеңіл арба дейміз, велосипед дейміз, мәшинке бәрі тұр. Міне, дәл осы жерге сіздер өздеріңіз қойып кетсеңіздер болады. Керемет шешім. Дәл мына шығып тұрған дауысты Нұр-Сұлтан қаласының 80% тұрғындары еститін шығар. Естіп тұрсыздар ғой да? Таныс дауыс бар. Үйдің алдында велосипедтерге арналған келесідей құрылғылар бар екен, достар. Ал қымбатты достар, осымен Холланд тұрғын үй кешеніне жүргізілген біздің шолуымыз аяқталды. Егер сіздерде нысан бойынша қандай да бір сұрақтар болса, төменге міндетті түрде Базиса компаниясының ұялы телефон және жұмыс телефондарын жаза кетемін. Сол кісілерге хабарлассаңыздар болады. Сатылымда әлі 50 пәтер бар. Соғылудағы нысанды түсірдік, соғылып біткен нысанды түсірдік. Мына балалар ойын алаңын түсірдік. Ар жақта орналасқан Бахрейн мектебінде сіздерге кішігірім жеткізе кеттім, яғни 91-ші гимназия дейді. Баршаңызға осындай керемет әдемі үй бұйырсын, әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.